Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу пәні бойынша сабақтың тақырыбы таулары бар тізілген. Жамбыл Жабаев, Алатау. Сабақтың мақсаты мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды теңеу, кейіптеу, табу, мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Алдымен балалар шағын ғана бейне жазбаны тамашалаңыздар. Іле Алатауы. Іле Алатауы бөктерінің көркемдігі көз арбай. Тау басында тұрып төменге қарағанда бөктердегі қалың тұман аппақ бұлт секілденіп жөңкіліп бара жатады. Тау етегіне көз жетпей, бейне бір ұшақпен қалықтап келе жатқандай боласыз. Аймақтың қай жері болса да сұлулығымен баурап, қойнауына шақырып тұрғандай. Осындай өлкенің перзенті болғаныңыз үшін кеудеңізді мақтаныш сезімі кернейді. Есік маңынан табылған сақ жауынгерінің сауыты бұл аймақты әлемге әйгілегені белгілі. Сол бір тарихи орын осы араға таяу болғандықтан жеміс ағаштары өсіп тұрған тау бөктеріне мына ескерткіш тұрғызылған. Сақ жауынгерінің қатарына еліміздің символы барыс бейнеленген. Бұл жер Киелі бұлақ деп аталады. Қыс маусымында да қатпайтын бастаудың Киелі бұлақ аталуы ел аузындағы аңыздарға байланысты. Жолаушы жүріп сусап келе жатқан бір ақсақал кемпірімен осы бұлақтың басына түнейді. Тұщы, айрықша дәмді судан шөл қандырған кемпірі әп-сәтте жасарып шыға келіпті деседі. Киелі бұлақ деп осыдан аталса керек. Аумақтағы көрікті жерлердің бірі Есік көлі. Теңіз деңгейінен 2000 метрдей биікте орналасқан көлге жету оңай емес. Жазда жол кереметте қиындық туғызбағанмен, қар түскен кездерде тау басына шығу қиындау. Бұл аумақтың өзіндік ерекшелігі жұпар ауасы. Табиғаты әсем шың басындағы Есік көліндегі судың деңгейі кезіндегі мөлшерден әжептәуір азайып қалған. Кезіндегі дейтін себебіміз 1963 жылы осы тауларда қатты сел болып, өзенді арнасымен қоса бұзып алып кеткен. Іле Алатауының табиғатының осындай асау мінездері де бар. Дегенмен де, бұл өлке ешбір аймақпен салыстыруға келмейтін жер жаннаты. Балалар, бұл бейне жазбадан не ұқтыңыздар? Әрине, Іле Алатауының әсем табиғаты туралы мағлұмат алдыңыздар. Ендеше, бүгін біз Жамбыл Жабаевтың Алатау өлеңімен танысамыз. Алдымен Жамбыл атамыз туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Қарала соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан. Еріксіз 18 жас мінгізді атқа, бір Жамбыл бөлінгенде екі жаққа. Бір жағы қайнап өскен қалың елім, бір жағы атқа мінген бай мен датқа. Құлманбетпен салыстым, күшті ақынмен алыстым. Итермелеп манаптар, жыртысын жырттым намыстың. Уа әлеумет құлақ сал, қария Жамбыл жырласын. Мен сөйлемей кім сөйлер, заманам менің сырласым. Дуадақ едім шөлі жоқ, аққу едім көлі жоқ. Сыбызғы едім үні жоқ, асыл едім құны жоқ. Енді міне кім болдым, елі сүйген жыр болдым.
бәйгеден озып жүлде алған, шауып мүше күнді алған, өлеңнің кенін қазайын, бауырымды жазайын, жүйрігемен болдырған. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Нева өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Атаңнан бата алмалам, арғымақ атқа мін балам, ақ сақалым желбіреп, артыңнан қарап мен қалам. Батырлары халықтың қан майданнан таймаған, жауғатылған оқтары найзағайдай ойнаған. Ердің көрдім ерлігін, елдің көрдім бірлігін, ту астында таймаған. Қайт қызыл қасиетім, жолбарысым, Алатаудан ақырған, жауын жеңіп жапырған, Қарасайдай ұл туар, ілес соған қайтадан. Өсиетім, шындықты, адалды сүй, ардақтаған халықты, адамды сүй. Елдің тіккен іргесін игілікке, тап бүгінгі бақытты заманды сүй. Бұл бейне жазбадан Жамбыл атамыз туралы көптеген мағлұматтар алдық деп есептеймін. Келесі тапсырмамыз оқулықпен жұмыс. Қазір мен сіздерге Жамбыл Жабаевтың Алатау өлеңін мәнерлеп оқып берейін. Тізілген таулары бар жетісудың, ішінде орман тоғай біткен нудың, дариядай сол таулардан тулап тасып, көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп тіл жетпейтін, өрік пен алма, алмұрт жемістер көп, бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін. Қарлы тау басы биік мұнар кетпес, сырласып бұлттарменен болған кептес, түрлі аңдар мекен етіп, өніп өсіп, жүреді бір-бірімен боп тілектес. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, борсық, сілеусін жолбарыстар түнде жортып, тулаған, аққан бұлақ тасқынында, асаудай ойнақ салар балық шоршып. Келесі тапсырмамыз балалар, осы өлеңнің мағынасын ашу. Ол үшін әр шумаққа қатысты сұрақтарға жауап берейік. Алатау қайда орналасқан? Таулардан не ағады? Тау етегінде қандай жеміс жидектер өседі? Жемістің дәмділігі туралы ақын не дейді? Тау басында не жатады? Алатаудың биіктігін өлеңнен қандай жолдарында байқадың? Алатауда қандай аңдар мекен етеді? Таудан аққан бұлақтарда не кездеседі? Келесі тапсырмамыз дәптермен жұмыс. Бұл жерде өлеңде кездесетін сөздердің мағынасын түсіну. Ну, қалың деген мағынаны білдірсе, мұнар, бұлыңғыр деген мағынаны білдіреді. Хептес бұл жерде тілдесу, сөйлесу деген мағынаны білдіреді екен. Осы сөздерді балалар дәптертеріңізге жазып ала қойыңыздар. Келесі тапсырмамыз кесте толтыру. Өлеңдегі ақын ойын және сөзін пайдалана отырып, кестені толтырамыз. Берілген сөз таудан аққан су, оған қатысты көркем сөз дыбысы қимылы. Таудағы жемістер, олардың дәмі. Таудағы аңдар, олардың қимыл қозғалысы. Тау суындағы жәндік, оның қимылы.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін диагностикалық картаны ұсынамын. Я жоқ деген пікір арқылы өздеріңіздің тұжырымдарыңызды білдіресіздер. Алатаудың басында үнемі қар жатады. Алатаудың етегінде Алматы орналасқан. Жамбыл ата жыр алыбы. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, борсық, сілеусін, жолбарыстар тауда да өмір сүреді. Алатау бөктерінде жеміс ағаштары өспейді. Таулар, өзендер, аңдар, құстар, адамдар тірі табиғатқа жатады деп қорытынды жасалады. Жамбыл ата 1845 жылы туды. Жамбыл таудың атауы. Жамбыл Сүйінбайдан бата алған. Жамбыл ата бір ғасыр өмір сүрген дана ақын. Осы диагностика қорытындысы бойынша Жамбыл ата кім деген сұраққа жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ балалар сіздерге ұнады ма? Кері байланысқа шығамыз. Балалар, үйге Алатау өлеңінің ұнаған шумағын жаттайсыздар. Өлеңге қатысты сурет саласыздар. Сау болыңыздар.